жектер. Достар, аулада асыр салып қатты ойнады. Доблақтырды бірін-бірін қуып секірмекпен де секіріп жарысты. Білгір поттың ойындарында ұмытқан жоқ. Осы ойындардың бәрінен жалығып кеттім. Онда бас қойын, ойлап табайық. Қойшы, түкте қызық емес. Таптым! Құрылыс алаңына барайық. Ол жер қауіпті емес пе? Сен де айтады екенсің-ау, несі қауіпті? Достар, мына жерден кезекпен өтейік. Кім бірінші? Мен өтейінші. Онда Қоңыртай сен өте ғой. Достар, сақшағайға көмектесейік. Қалай? Мына үйдің төбесін жабайық. Қолымыздан келе ме? Келгенде қандай? Солға! Енді оңға! Көтергішті қозға! Жоғары қарай көтер! Енді төмен түсір! Ой, енді қалай шығамыз? Таптым! Қазір білгір потпен көмек шақырамыз. Балалар, мұнда не істеп жүрсіңдер? Есігі жабық жерге қалай кіріп алғансыңдар?
Майлы мен үркек сізге көмектеспекші болды. Уәф! Құрылыс алаңы қауіпті аймақ болып саналады. Сондықтан балаларға ол жерге кіруге тыйым салынады. Уәф! Мұнда өздерін көріп тұрғандай, құрылысшылар арнайы бас киіммен ғана жүреді. Уәф! Қауіпсіздікті қатаң сақтау керек. Уәф! Кешіріңіздерші, біз білмедік. Ой, мұнда енді рұқсатсыз кірмейміз. Естеріңде болсын балалар. Құрылыс алаңына үлкендердің рұқсатынсыз баруға болмайды. Ол жердегі техника және құрылыс заттарымен тек арнайы мамандар ғана жұмыс істейді.